Жас. Қызылордада күннің ысуы соншалық бас көтеріп жүру мүмкін емес. Екі қолында екі ауыр дорбасы бар Самал әр басқан адымын санап, басынан өткерген қиын қыстау өмірін көз алдына елестетіп келеді. Алып ұшып тұрған жас еді, тек өмірді сүйетін. Келбеті ай жүзді, жан біткен сүйсінер ауылдың қара торы қызы болатын. Отбасында ата-анасына еркелеп өскен жалғыз перзенті осы Самал. Не ішемін, не киемін, не жеймін деу бұларға жат еді. Әкесі ағайын туысқа беделді кісі болды. Жеке кәсіптері де болатын. Ал анасы аурухананың бас дәрігері. Енді ғана 18-ге қадам басқан Самал арманын арқалап жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алып жатты. Шырылдаған сағат үнінен шошып оянған Самал таңғы асын ішпестен іле-шала киініп университетке асықты. Бүгін алғашқы емтиханы. Жаяу жүргіншілер жолағын екі аттағаны сол еді, жеңіл көлік бұны қағып өтіп жүйткіп кете барды. Жерді қанға бояп, шытырлап сынған сүйектерінің дауысы Самалдың өзіне естіліп жатты. Бірақ қозғалуға дәрмен жоқ. Аурухана. Бір-біріне соқтығысып жүгірген дәрігерлер қыз өмірін аман алып қалсақ деп әлек болды. Самалға жасалатын отаны анасы өзі жасамақ болды. Қанша жерден қиын болса да, бауыр еті балапанының жанын аман сақтап қалу үшін барын салды. Бірнеше жерден жарақат алыпты. Аяғының сүйектері сынған. Басынан да ауыр соққы алған. Ота сәтті өтіп, қызының ғұмырын сақтап қала алғанмен, тағдырдың жазуына қарсы тұра алмады. Самал өмірінің соңына дейін мүгедектер арбасына танылуы мүмкінді. Жалғыз қызы үшін ата-ана барын сатып, бар қаражат жинап, Самалдың аяққа тұруына соңғы демдері қалғанша күресті. Жан жаққа шар құрып шырылдап жүрген ана жүрегі еш үмітін үзбеген еді. Арада 5 жылдың да қалай сырғып өткені білінбей қалды. Бүгінгі күн отбасы үшін ерекше, әрі тосын сыйларға толы болды. Осы уақыт аралығында көңілді күндері саусақпен санауға да жетпейтін сияқты. Алайда Самалдың әкесі жұбайы мен құлыншағын халықаралық әйелдер күнінде қуантпақ болды. Үлкен раушан гүлдерін сыйға тартып, оларды қалай жақсы көретінін, ол үшін қымбат екендерін айтып ерекше кеш ұйымдастырды. Анасы мен қызының жүзіне үйірілген күлкі әке көңілін орнына түсіргендей болды. Таңертең ерте оянған Самал әкесінің бөлмеге келіп оятқанын күтті. Себебі ол күн сайын таң ата қызының бөлмесіне кіріп, бетінен сүйіп, құшағына алушы еді. Есікті ашқан анасының өңі бұзарып, көздері жасқа толы жерге отыра кетті. Самал не болғанын қайта-қайта сұрап әлек. Анасының бар жауабы тек бір бет парақта еді. Самал қолына сол хатты алып оқыса да еш нәрсе түсінер емес. Қайта-қайта көз жүгіртіп оқып жатты. Иә, бұл Самалдың әкесінің соңғы хат еді. Осыдан 3 жыл бұрын ісік ауруына шалдыққанын білсе де, отбасына осы уақытқа дейін тіс жармаған. Жақындарының жанына қаяу салғысы келмеген екен. Кешегі күні мәңгілікке қоштасу екендігін әкесі сезгендей. Азанда көзі мәңгілікке жұмылыпты. Көзі тірісінде айталмаған сырын қағазға жазып кете барыпты. Ес жия алмай біршама күндер өтіп жатты. Анасы уайым құсадан ба, өзін-өзі іштей жеп, бірте-бірте шөгіп барады. Денсаулығы сыр беріп, үміті де үзіліп бара жатқандай. Бұны көру Самалға оңай емес еді. Анасының қиналғанын көрген сайын бар күшімен аяққа тұруға ұмтылды. Күні-түні жүріп кету үшін күресті. Бір Аллаға сеніп шанасыз күйден шығуына септесуді сұрап жалбарынды. Шын жылағанды Құдайды есіркейді емес пе? Самалдың аяқтары бірте-бірте қозғала бастады.
Одан соң балдақпен жүруге көшті. Ең бастысы сенім мен талпыныс керек. Бұл уақыт аралығында анасы төсек тартып жатып қалған еді. Бұрынғыдай бұл үйде байлық та жоқ, дәулет те жоқ. Қолда бардың барлығы осы жалғыз қыздарының емі үшін жұмсалған болатын. Ал ендігі кезек Самалда. Аяққа тұрамын деп жүріп, оқуы да жайына қалған еді. Анасы үшін қара жұмыстан да қашпай күнелтіп жатыр. Шағын кәсіп ашуда ойында бар. Бүгінгі тапқан азын-аулақ табысына тәттілер сатып алып, анасын қуантпақ ниетпен үйіне асығып жүріп келеді. Анасы үшін баласының амандығы қандай бақыт болса, бала үшін де ана мейірімін көру соншалықты қымбат. Бақыт деген белгілі бір күнмен немесе байлықпен өлшенбейді екен. Әрбір атқан арайлы таң, өтіп жатқан әрбір күннің өзі бақыт емес пе?